Республикасы үкіметінің 2021 жылғы 21 желтоқсандағы номері 857 қаулысын. Мерейтой қарсаңында осы мектептің докторлық диссертацияға келген. Ол келесі жайлы қалама жігіт жазушы, зерделі зерттеуші, жалсына құндылықтарын зерттеген танымайтын арналған қазақ тілі кабинетіне қош келдіңіздер. Біздің өздеріңіз көріп тұрғандай, тақтаның үстіне біз Алаштың Сағыналы Еңбеков кім балалар? Жүрегімнің төрінен орын алар. Тәуелсіздік, айбаным, арым қанатты балысының үстінде орналасқан. Өзі алтыннан жасалған сауыт киіп алған. Бір қолда қыран, бір қолда садақ. Ол батырға ұқсайды. Қанатты барыс тәуелсіздіктің белгісі. Батыр бабамыз осы тәуелсіздікті қорғап тұрғандай. Тұстарын бұлайша саралауға болады. Қазақ эпостарының қара сөзбен насихатталуына мұрындық болды. Және де Гомер туындыларын алғаш рет қазақ оқырманына сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Сұланұлы Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем туындылар мен очерк. Әр басылымның мұқабасында жеке QR код басылған. Мұнда оқырман өзінің мобильдік құралдарын пайдалана отырып, өзіне ұнаған шығармаларын электронды түрде ақысыз көшіріп алуы. Көңілімнің көлемін дала дейтін, даласын әр перзенті ана дейтін, үлкенінің алдынан кесіп өтпей, кішірейсең кішіге аға дейтін. Құрметті ұстаздар, қадірменді қонақтар, бүгін мектебімізде екі той, екі мереке. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерекесімен мектебіміздегі Ақселеу Сұланұлының мұражайының ашылу салтанаты. Балабаева Махаббат Ермұхамед қызына беріледі. Сарыарқаның ардагері Ақселеу Сейдімбеков атындағы мектепте ашылған Сандыру саясаттың күшейіп тұрған кезеді. Бірақ қаймағы бұзылмаған қазақылығын өз ортасына сіңіре берді. Студенттік кезінің өзінде домбырасын қолынан тастамайтын. Ол Мәскеудегі құнарлылық домбыраға тербеліп ырғағына тамау жиық. Менің бар елім жатыралып жарты дүние әлемін. Бұл даланы анам жаспен суарған, бұл далаға жылап Желтоқсан алтыныңды айырбастап қолаға, отаныңды айналмастан алып кетсе де кереңсіздік, бірде алшы, бірде бүк тағдырасың, бәрібір қымбат маған тәуелсіздік. Жайлауда жүрген жігіт бар ғой, қазақ осылай тартылып келмесін, оғайын қалды келіне, ақыңызды жүрген шапақ келіне, қалмайтын, ойын асыл соты түзу жамайтын.